Kış akılın bolsun senin жолдасың биіктерде. Назым, сүйіктім, сенің ұл сыйлағанына көптен көп мында бір рахмет. Өте қуанышты сәт. Мен өте қуаныштым. Осындай кішкентай бөпеміз дүние есігін ашып, денсаулығы зор, мықты болсын. Енді екеуміз үшеу болдық. Ары қарай көбейе берейік. Денсаулығы мықты болсын. Келешекте жолы ашық болсын. Саған көптен көп рахмет айтам. Саған, ата-анамызға, жанымыздағы барлық жақындарымызға осындай бір қуанышты бөлісіп келіп отырғанына. Енді осы ұлымыздың, тұңғышымыздың жақсы бір ата-анасы болады деген үміттемін. Мен сені және үй есігін ашқан біздің тұңғыш ұлымызды жақсы көремін. Шағым аялаған арман жырым. Құрметті азамат Назым, балапандардың дүниеге келгеннен құттықтаймыз. Өмір жасы ұзақ болсын, ешқашан ауырмасын, ата-анасының, ата-әжелерінің қуанышы, мақтанышы болып өтсін. Азамат Назым, кішкентайлардың бауы берік болсын, үлкен азамат болсын. Біз үшін де өте үлкен қуаныш. Біз күні әке, күні шеше болып жатырмыз. Бізді құрметтеп осындай мәртебеге ие қылғандарыңа үлкен рахмет. Өте қатты қуаныштымыз. Арсеніміз үлкен азамат болсын. Біздің көз қуанышымыз, көз айымыз болсын. Әрқашан бізді қуантып, басымызды қосып осылай үлкен қуаныштарға жинай берсін бізді. Өте қатты қуаныштымыз, толқып тұрмыз. Сені күтіп тұрмыз, Назым. Азамат Назым, поздравляю вас с этим прекрасным днем, с появлением малыша на свет. Пусть Арсенчик растет нам всем на радость, мы все его так долго ждали, все хорошо прошло. Назым, ты большая молодец, мы очень рады за вас, мы за вас очень счастливы, мы всегда будем вас поддерживать, всегда и во всем. Самое главное, чтобы наш Арсенчик был здоровым и крепким. Ал Азамат Назым, кішкентай Арсен бауы берік болсын. Еліміздің үлкен бір азаматы болып өссін. Тұңғыштарын өте қуаныштымыз. Не деймін, бақытты болсын. Бұйырса осы Арсен тағы да інілері, қарындастары көбейе берсін. Ал енді Азамат Назым, осы тұңғыштарын Арсеннің бауы берік болсын. Бақытты болсын, үлкен ер азамат болып өссін. Ең бірінші бұл сендердің ата-аналарың қуаныштарың, одан кейін сендердің қуаныштарың. Осы күнге дейін сендердің ата-аналарың өстіп, тәрбие беріп, осындай дәрежеге жетіп өскірген тәлім тәрбиесін өздерің балаларыңа да беле беріңдер. Бақытты болыңдар. Азамат Назым, бауы берік болсын, Арсеннің ертең үлкен азамат болып, дені сау болып, орталарында күліп, қуантып жүретін үлкен азамат болып өссін. Все. Азамат Назым, сендерді бүгінгі қуаныштарымен құттықтаймын. Сендердің енді кішкентайларына тек қана зор денсаулық тілеймін, ешқашан ауырмасын, сендерді қуантып жүре берсін. Әрқашанда бақытты, үлгілі, сыйлы отбасылардың бірі болыңдар. Назым, сендерді бүгінгі көз қуаныштарымен құттықтаймын. Сендерге отбасыларына тек қана жақсылық тілеймін, ешқашанда ауырмаңдар. Отбасыларың берік, іргелері биік болсын. Дүниеге келген Арсеніміз барлығымызға тек бақыт пен шаттық әкеліп, әрқашан аталары мен апаларын қуантып жүре берсін. Отбасымызға келген тұңғыш бала болғандықтан еркелеп өседі деген ойдамын. Және де барлығымыз оны асыға күттік. Ты большая молодец, мы тебя любим сильно.